Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте танымал цезарь салатын үй жағдайында дайындайтын боламыз. Қарапайым азық-түліктерден кәдімгі осындай пекинский капустамызды турап дайындап қоямыз. Алдын ала жұмыртқамызды қайнатып аламыз, тауық етімізді қайнатып аламыз. Осылай тураған соң жұмыртқаның сарысын қоспасаңыздар да болады. Маған ұнаған соң қостым. Тауық етімізді қайнатып алынған тауық етін осылай мен бір аяғын қостым. Соломка етіп, майда етіп турайсыздар. Жақсылап турап болған соң салатымызға бетіне салатын боламыз. Салып болған соң помидорларымызды турайтын боламыз. Егерде черри помидорлары болса тіптен жақсы. 3-4-ке бөліп қоя саласыздар. Менде кәдімгі үлкен помидорлар жалпақ етіп турадым. Турап бетіне салатын боламын майдалап. Осылай менің істеген секілді сіздер де істеп көріңіздер, дәмі өте ерекше шығады. Кирешке қосамыз, немесе өзінің арнайы қосылатын кәдімгі нан секілді қатырып қойған сухариктері бар ғой, соларды қосасыздар. Негізінде мен кирешкені қостым, қарапайым заттардан істедім барлығын. Осылай ұнайтын кирешкемді салып, үстіне осылай цезарь соусын қостым. Еш басымды қатырмай, осы цезарь соусын сатып алып, осын қостым. Дәмі араластырған соң өте ерекше шықты. Кішкене тұз қосып жібердім енді. Дамы өте жақсы шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Кез келген мерекелік үстелге әдемі үйлеседі. Ал ас болсын, сіздермен болған Айткүл.